5-10-20 және 2-10-20 бағдарламасы бойынша Жасқана тұрғын үй кешеніне документ қабылдау басталды. Қалай заявка береміз? Любой интернет браузерге баспана KZ деп жазсаңыз, сізде міне отбасы банктың страницасы ашылады. Кіресіз, оң жақ бұрышында жеке кабинетіңізге кіруді сұрайды. Телефон номермен немесе ЕЦП арқылы кірсеңіз болады. Жеке кабинетіңізге кіріп, депозиттің үстін таңдап, және өзіңізге қажетті квартираны таңдап заявка бересіз. Сіздің жеке кабинетіңіз дәл осылай ашылады. Ол жерден қаланы, нысанның мәртебесін, кодты білсеңіз, тұрғын үйдің барлығын таңдап кірсеңіз болады. Найти деп бассаңыз, квадрат метрі 272 мың ба? Мына код объекті. Өтінімдерді қабылдау. 272 мың теңге міне чистовой, яғни ішіндегі барлық сантехникасы орнатылған, пол, терезе, есік барлығы бар, жылу жүйесі орнатылған, даже санузел толық орнатылған, газы келіп тұрған. Таза әрлеудегі үй аласыз. Ол үшін сіз кезекте тұруға міндеттісіз. Кезекке білесіздер, 6 немесе 7 категория бойынша тұра аласыздар. Санат көрініп тұр, екінші кезең деп мына жерден басасыз. Квартира бір бөлмелер саны 1 шығып тұрады, проектісімен шығып тұрады, общий суммасымен шығып тұрады. Өтінім аяқталады, уақыты барлығы көрініп тұр. Міне бір бөлмелер 36-да 10-нан 38-де 3 квадрат метрге дейін бар екен. Бөлмелер саны 2, 59-да 10 квадрат метрге дейін топ-комнатный квартира аласыз. Бұл жерде бұрын шаңырақ болған, яғни 5-10-20 бағдарламасы бойынша бұрын сіздің депозитіңіздің состояниесіне қарайтын, яғни опысына 2023 жылдан бастап өзгеріс енгізілді. Енді сіздің үйге кезекте тұрған жылыңыз бірінші қаралады. Кім ерте тұрған, сол кісінің конкурстан өту мүмкіндігі жоғары. Квартираны таңдайсыз, брондау басасыз. Мои заявление бөлімінде сіздің заявлениеңіз кетеді, сол жерден қарап отырасыз, сізді ешкім звондап шақырмайды. Позицияңызды сол жерден көріп отырасыз.